Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі биліктің жоғарғы мінберінен сын естіді. Бұл жолы Қатардағы депутат емес, мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов биліктің барлық тармағын уысында ұстаған экс-президентті қара есекке теріс мінгізбесе де депутаттардың алдында аямай сынады. На протяжении 30 лет Казахстан был страной с суперпрезидентской формой правления. Однако со временем действовавшая долгие годы модель привела к серьезному политическому кризису. Это было во многом связано с чрезмерной концентрацией власти и капитала в отдельных групп и одной личности. Қошановтың пікірінше Тоқаев келгелі біраз шаруаның басы қайтқанға ұқсайды. Бір қызығы осы сөзді айтып отырған Ерлан Қошанов та Назарбаев дәуірінде қызметте болған. 2017-19 жылдары Қарағанды облысын басқарған кезінде қаладағы бейбітшілік гүлзары мен Нарманбек Төлепов атындағы көше Назарбаевтың атына берілген. Бұл туралы Қошанов Қарағанды облысы әрқашанда елбасының еңбек және саяси отаны болды. Сондықтан бұл шешім ерекше мәнге ие деген болатын.